Сәлем барша ән сүйер, өнер сүйер қауым. Менің каналыма тіркеліп, өздеріңнің ән тыңдағаннан кейінгі жүрек жарды, игі ниеттеріңді, жақсы тілектеріңізді бергендерің үшін сіздерге көп ризалығымды білдіремін. Менің атым Ақмоншақ, мен Маңғыстаудікі болам. Қарапайым, енді ауылдық жер емес, үлкен ауданның тұрғынымын. Жалпы бала кезімнен әнге, өнерге құмар болдым. Сөйтіп арада ауылымның, облысымның сахнасына шығып жүрдім. Бірақ сәл үлкейе келе, өзімнің мамандығым мұғалім. Содан кейін жайлап сахнаны тастап кеткен болатынмын. Бірақ енді арада қайткен күнде де бойға біткен қасиет қайтадан жарып шыққысы келіп тұрады екен. Сол бір қызығушылықпен ба, осы каналға салынған 2 әнімді жаздырдым. Енді шынымды айтсам, ютубқа былай салып жібердім. Аса бір күшті бүйтіп алып кетеді деп ойлаған жоқпын. Бірақ та Құдайға шүкір, 2 әнім де жақсы, қазақша айтқанда жаңағы айтады ғой, орысша айтқанда оборот дейді ғой, сондай оборотын алып кеткен екен. Сол үшін өте қуаныштымын. Сіздердің жазған жақсы игі тілектеріңіз, сіздердің жақсы ниеттеріңіз мені ары қарайда ән жазуға шабыттандырды. Басқа да бұрынғы айтқан әндерімді бір қарап өттім. Басқа да осы сұраныстыққа қандай әндер деген сияқты ойларға болады ойландым. Және де ең бастысы, көптен елдің ішінде ұмыт болып кеткен, баяғы өзіміздің балалық шағымызда, жастық шағымызда айтқан жақсы, мәні бар, мағынасы бар, жеңіл ән болғанмен мәні бар, мағынасы бар әндерімді қайтадан қолыма алып, соларды бір жинақтап, қайтадан жарыққа шығарайыншы деген тағы да бір іште бір ниет оянды. Енді мен өзімнің анашым деп аталатын бір керемет әнім бар еді. Ол ән енді бұрын жазылған ән, записін сақтап қойғанмын. Сол әнді осы өзімнің каналыма жүктеймін. Және де осы әнді қайтадан өңдеп жазуға музыканттарға тапсырма беріп қойдым. Бұйырса, ол анашымның да жақсы дыбыстары жаңарған, жаңа соңғы технологиямен жаздырылған нұсқасын тыңдарсыздар. Ал енді мен әзірге сол бұрынғы өзімнің жаздырған, осыдан 20 жыл бұрын жаздырған деп айтсам артық болмас, сол әнді сіздерге ұсынамын. Қабыл алыңыздар, өздеріңіздің жақсы тағы да ниеттеріңізді комментарийге қалдырып, менің осы каналымның ары қарай жылжуына көмектеріңізді беріңіздер. Тығыз байланыста жұмыс жасап отырайық. Менен ән, сіздерден жақсы лебіз болсын. Жалпы менің мамандығым мұғалім. Мен мектепте қарапайым мұғалім болып істеймін. Бірақ та жан-жақты үнемі ізденісте өзімді дамытып жүремін. Психология саласы бойынша да осы ютубта каналым бар. Жалпы осы өнерде де қолға алып ары қарай да тынбай жалғастыра бергім келеді. Сондықтан да менің каналыма тіркеліңіздер, жақсы әнімді естіп шабыттаныңыздар. Анашым туралы ән, аналарыңыз аман болсын. Енді бұл әннің авторын кезінде кім екенін білмеймін, жазып алмаппын. Бұл әннің авторын былай да іздеп көрдім, әннің авторын таба алмадым. Бұйырса, осы әнді естіп, тыңдап, бұл әннің авторы осы кісі еді ғой деп айтатындар болатын болса, онда құба құп. Әрине, бұл каналға әнді жүктегеннен кейін міндетті түрде авторы көрсетілгені жақсы. Авторлық құқық деген бар,
Сондықтан да осы әннің авторын білетін адамдар болатын болса, маған жазып жіберсеңіздер комментарийге, өте жақсы болар еді. Ал сонымен менің керемет бір анашым әнін менің тыңдауымда қарсы алыңыздар.